Ерлікке қашанда орын бар. Маңғыстаулық тәртіп сақшылары оны күнделікті істерімен дәлелдеп жүр. Олардың қайсы біріне тоқталар болсақ, Ақтау қаласының көп қабатты үйінің бірінде биіктен құлап, өзін өлтірмекші болған адамды полиция қызметкері Қуаныш Сансызбаев шұғыл батыл қимыл жасап, оны ажал аузынан арашалап алды. Полиция қызметкері Асқан Қыдыршаев Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылындағы қос қабатты үйден шыққан өртке кіріп, асқан батылдығымен үй иелерін өрт апатынан аман алып қалды. Тәртіп күзетінің сарбазы Нұрғали Асқаров дүкенге суық қаруымен келген күдіктіні тізгіндеп, қоғам тыныштығын қамтамасыз етті. Қырағы полицей Тимур Жұмалиев теңіз айдында суға кеткелі жатқан әйелдің өміріне араша түсіп, оны жағаға аман алып шықты. Өнегелі полицей Әділбек Айтжанов Ақтау Форт Шевченко жолында жүрегі қысылған жолаушыға шұғыл көмек көрсетіп, оның үйіне аман жетуіне елеулі ықпал етті. Бұлар маңғыстаулық полицейлердің халық тыныштығын қорғап, адам өмірін сақтаудағы ерлік істерінің қайсы бірі ғана. Әрине, Маңғыстау тәртіп сақшылары алда да батыл да игілікті істерін жалғастыра беретін болады.